Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Барлығымыз бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ұлы ойшыл Конфуций: маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын. Өзіме жатсатсаң, үйренемін деген нақыл сөзін үнемі жадыларыңызда сақтаңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиһаз жасауға жұмсалатын материалдардың жобасын сызу, өлшемдерін шығару. Сабағымыздың мақсаты жиһаз жобасын сызып көрсету және жұмсалатын материалдардың өлшемдерін есептеуді үйрену. Жиһазды жобалау жиһазды жасаудың барлық процесіндегі алғашқы және өте маңызды кезең. Дұрыс жобаланған конструкция және дұрыс құрастырылған жиһаз уақыт, күш пен шығыннан сақтайды. Суретте жиһаздардың түрлерін көріп отырсыздар. Яғни бір есікті, екі есікті шкаф, тумба, комод түрлері. Ал енді осы жиһаздарды жасамас бұрын біз ең алдымен жобасын сызып алуымыз керек. Бұрын біз жобаны қолмен А4 қағазына сызатынбыз. Қазіргі кезде әртүрлі жаңа бағдарламалар шығуда. Соның бірі катинг бағдарламасы. Жиһаз бөлшектерін пішуді жобалау үшін катинг бағдарламасын пайдалануға болады. Бағдарлама материалдарды барынша аз шығындармен және қалдықтарды тиімді орналастыруға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны компьютерлеріңе немесе ұялы телефондарыңызға жүктеп алуларыңызға болады. Ендігі кезекте сіздерге катинг бағдарламасымен жұмыс жасау әдісін көрсетіп өтейін. Мұқият болыңыздар. Ал енді білім алушылар, біз бір шкафқа қанша материал кететін шығынын есептейміз. ЛДСП-ның шығынын есептейміз. Мына жерде бір ЛДСП-ның ұзындығы мен енін жазамыз. Ұзындығы 2700 мм, ені 1800 мм. Бір шкафқа қанша ЛДСП кетеді екен? 2 ЛДСП деп жазамыз. Ал мұнда бөлшектейміз. Биіктігін жазамыз бірінші 2000 мм деп. Одан кейін енін жазамыз жаңғы 450 мм. 2 дана кетеді. Енді алдыңғы ені бойынша 800 болатын болса, біз ЛДСП-ның қалыңдығын алып тастаймыз. Сол себептен 768 мм, 450 мм деп аламыз. Бұдан 2 дана деп аламыз. Асты мен үстіне. Және 768 мм полкалары болады. 430 мм-ден 4-еу. Енді ең астындағы сарга дейміз, 768 мм, 100 мм. Бұдан 1 дана болады. Енді есігі 1900 биіктігі, ені 398, бұдан 2 дана. Не осылай. Енді бұны айналдыру батырмасын басамыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Одан кейін шығынын есептейміз. Міне біздіге шығынын компьютердегі катинг бағдарламасы осылай есептеп береді. Енді бұны біз форматтық пішу станогындағы жолын өзімізге ыңғайлы қылып аламыз. Бүйтіп алуымызға болады. Өзімізге ыңғайлап қоюымызға болады. Көріп отырғандарыңызда өздеріңіздің қалдығын бұлай белгілейміз. Айналдыруымызға болады. Бұлай алып айналдырып, лайынан
қоюымызға болады екен. Қазір енді қалдық материалды бұлай белгілеп аламыз. Содан кейін барып бұны ақ қағазға түсіреміз. Ақ қағазға түсіріп болғаннан кейін, міне екі лист ақ қағазға. Кейін барып баспаға жібереміз. Баспаға шығарып, жұмысты бастауға болады. Сіздер де осы сияқты ұялы телефондарыңызға қосып, жүктеп алып, осылай шығынын бір шкафқа қанша ЛДСП кететін шығынын есептеуге болады екен. Білесіздер. Бұл бағдарламада мен сіздерге бір есікті шкафқа кететін материалды есептеп көрсетемін. Катинг бағдарламасымен жұмыс жасауды көрдіңіздер. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырма беремін. Бірінші тапсырма. Өлшемі биіктігі 750, ені 400, ұзындығы ені 700, екі есікті ас үй шкафына жұмсалатын материалды есептеңдер. Екінші тапсырма. Өлшемі бойынша биіктігі 2000 мм, ені 500 мм, жаны 800 мм. Екі есікті киім ілгіш шкафына жұмсалатын материалды есептеңдер. Үшінші тапсырма. Өлшемі биіктігі бойынша 900 мм, ені 450 мм, жаны 800 мм. Үш тартпалы комод жиһазына кететін материалды есептеңіздер. Осы орындалған жұмыстарыңызды мынандай бағалау критериялары арқылы бағалаймын. Өлшемдерді дұрыс беруі, жұмсалатын материалдарды нақты есептеуі, катинг бағдарламасымен жұмыс жасай алуы. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.